Құрметті достар, бүгін, яғни 9 қыркүйек күні халық санағынан онлайн режимде өткен азаматтардың саны 1 миллион адамнан асты. Қазіргі уақытта 2 мегаполис, яғни Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары алда келеді. Ал Солтүстік Қазақстан және Атырау облыстары бұл көрсеткіш бойынша соңғы орында. Санақтан өту барысында тұрғындар тарапынан бірқатар сұрақтар туындауда. Оларға қатысты әлеуметтік желілер, бұқаралық ақпарат құралдары мен санақ.gov.kz арнайы сайты арқылы түсіндіру жұмыстары ұдайы жүргізілуде. Сондай-ақ, тәулік бойы 1446 нөмірі бойынша байланыс орталығы жұмыс істейді. Санақтан онлайн режимде өту үшін бірнеше платформа қарастырылған. Арнайы санақ.gov.kz сайты, e-gov порталында тіркелу арқылы және айту мобильді қосымшасы арқылы өтуге мүмкіндік бар. Азаматтардың ыңғайлылығы үшін аумақтық статистика департаменттерінде, халыққа қызмет көрсету орталықтарында, Қазпочта филиалдарында және ірі сауда орталықтарында санақ бұрыштары қарастырылған. Ол жерде азаматтарға санақтан онлайн режимде өтуге арнайы консультанттар көмек көрсетуде. Айта кетейін, онлайн санақ 15 қазанға дейін жүргізіледі. Барлық азаматтарды халық санағына белсенді қатысып жатқан үшін алғыс білдіреміз. Қазақстанда әркім маңызды.